Видео бастамас бұрын Game KZ деген каналға тіркелеміз. Ол каналда 278 подписчик және де 300 подписчикке дейін жеткізіп, лайк басып, каналына тіркеліп, үй салдым видеосына лайк басыңдар, істемесе төменде. Тағы да бір канал Dayline. Ол каналда 102 подписчик, сіздер арғы 150-200 подписчикке дейін жеткізіп, оның қарапайым Майнкрафт туралы выживаниясына лайк басып және тағы бір видеосына лайк басып қолдап кетейік, сілтемесі төменде. WhatsApp парктан сәлем, сендерме атын білмей канал және де атын білмей Майнкрафттың 11 бөлімі. Бүгін біз міне осындай замок салдық. Осындай кирпичтардан, андай кирпичи осындай қылып салды. Мен замок білесіңдер, қазақшасы шатыспасам қамал. Солай аталады вроде. Кіреміз мына міне осындай скелетте мындай адам сияқты болады. Қолдарында қылыш, мына жақта да болады. Мына демалатын орын сондай жасау керек болады, бірақ мен жасамадым. Былай шығамыз да. Шығамыз да осылай. Мына жерге де әскер бірдеңе қоюға болады. Мына жақта да сондай. Мен жерлер әлі бос. Неме салуға болады? Комментарияға жазып кетіңдер барлығын. Оқып мен неме салуға болатынын істейтін боламын. Көп сөз бар, енді ішіне кіргенде міне мында стол тұрады. Бұл стол білмеймін, тамақ ішетін ба, білмеймін. Көп нәрселер қойған жоқпын, білмеймін не қоярымды. Тоже бұны да комментарияға жазып кетіңдер, не салуға болады. Міне астына подвалға түскенде мұнда әскерлер ұйықтайтын кроваттар, яғни төсектер жатып болады. Бұнда ұйықтап демалуға болады. Ал енді екінші этажға көтерілсек, бұнда міне мында әскерлер шетжақтан еще мында үлкен стол. Бұл енді соғысқа типа сондайға баратын жерге ақылдасып план құрады. Ал одан міне 3 этажға көтерілсек, бұнда міне осы қамалдың басшысының бөлмесі, жеке бөлмесі. Мұнда кровать, мынандай не қоярымды білген жоқ, айтып тұрмын ғой, қоятын ештеңке жоқ. Бірақ андай сондайлар қойға болады. Міне осындай, бұның үстінде әскер болады. Міне осының үстіне қарап тұруға болады. Әскер типа енді мынандай қалан қаста замок. Бірақ өзіме осындай бір идея келді, замок салу деген. Сосын салдым. Осы видеоға енді лайктарыңызды басып жіберіңдер. Көріп тұрған шығарсыздар, мен зарядкам 5% қалды. Міне ал енді көптен күткен, бәрі сұрап жатқан, бұл не деп ойлайсыздар? Білдіңіздер ма? Бұл больница, мына қараңыздар. Мына мектепке ұқсайтын больница. Бұл да 3 этажды болады. Енді аурухананы да үлкен қылып салатын болдым. Бұл бірақ мектептен біраз кішірек болады. Былай санасаңыздар, терезелер 10 терезе, сосын былай да санасаңыздар 10 терезе. Ал мына мектептің терезесі 12-12-ден болады. Міне осылай 12 и былай да 12 болады. Енді так что осы больницаның тезірек шықсын десеңдер, осы замок деген видеоға 400 лайк жинапсайық. 400 лайктен сразу мен оған дейін аурухана больницаны бітіремін де, 400 лайк болса сразу ютубқа салатын боламын. Так что тезірек 400 лайк жинаймыз, және де менен пиар және интро алғыларың келсе, мені ВК-ма жазыңдар, және осы видеоның астында ВК ссылкасы, группасы бүкілі болады. Пиар жасаған адамдардың бүкіліне тіркелеміз.